шежірені тарата білудің нақ мысалы. Бұл жерде ескерте кететін жағдай мынандай. Шежіре тарату амалының жөні бөлек дүние. Тереңге сүңгіп, ұзағынан кетсек, том-том кітап жазуға тура келеді. Сондықтан, бұл кітапта қазақтың барлық 20 елінің шежіресін тарату мен қайырып таратудың жөн жосыған дәлелдеу үшін мысал ретінде өзімнің елім Жалайырдан болғандықтан мысалға Жалайыр елінің шежіресін алайын деп отырмын. Мен осындай харакет арқылы шежіре тарату заңы бойынша Жалайыр елінің қазақтың 20 елімен қалай тұтасып кететінін дәлелдеп шықпақпын. Байқасаңыз, Жалайыр деген ел генетический код кестесіндегі 3-ші орналасқан аспаргин аминокислотамен сәйкес келеді. Жалайыр аспаргин болса, ол туралы ғылым не дейді? Ғылым сиқырлы дейтін аминокислоталарды алғаш зерттей бастаған 1806 жылдары тұңғыш ашылған аминокислота осы аспаргин болатын. Аспаргин аминокислотасының бірінші болып табылуы ғылымға зор төңкеріс әкеліп, қалған аминокислоталарды түгел анықтап шығуға ғалымдар 130 жыл уақыт жібергеннен кейін ғана аминокислоталардың белоктың негізін құрайтынын анықтап, өмірдің арқауы болып саналатынын дәлелдеген. Енді мына ұқсастыққа зер салыңыз. Аспаргин 20 аминокислоталардың көш басы болып, ғалымдарға алдымен көрінген ноқта әрі биде. Қазақ жалайырларды 300-дің бел баласы, ноқта баласы, биде баласы деп, жиын тойда әділдік пен батаның ордасы осылар деп, құрметтеп сөз береді. Сонымен, аспаргин ғылымда көш басы болса, Жалайыр 300-дің көш басы болып, ғылым мен қазақ түсінігі табысып, қазақ ақиқаты ғылыммен толық қауышқан ақиқат екендігі тағы да бір рет дәлелденеді. Жалайыр сөзі жала айыр болып айтылуы керек. Себебі бұл сөз жала айыр деп айтылса ғана өзіне жүктелген міндет пен құрметтің қыр-сырын толық ашады. Осы жерде қосарланып тұрған А деген дауысты дыбыстың біреуінің неге түсіп қалатынын дәлелдеп отырудың қажеті жоқ. Себебі дауысты дыбыстың түсіп қалу заңдылығы бар екенін сіздер айтпасам да, мен онша мойындай бермейтін, жақтырмайтын филология ғылымының ережелерінен жақсы білесіздер деп ойлаймын. Жала айыр сөзін талдайық. Жала ложь, айыр раздели. Сөзді біріктірсек, ложь раздели деген сөйлем шығып, Жалайыр сөзінің шын мәніндегі мағынасын айқындап, қазақтардың Жалайырды неге 300-дің бел баласы, ноқта әрі биде баласы деп құрметтейтіні нақтылана түседі. Қазақ ешқашан қалыс сөйлемеген. Мен сол баяғы көне сүрлеумен жол тартып, Жалайыр деп жаза берейін. А дыбысының біреуі ойда қала тұрсын. 12 ата Жалайыр түсінігі. Жалайыр шежіре діл заңы бойынша 6 арыстың ақ арыс пен жан арысты қамтиды және қосарланып айтылатын 12 ерек атауы бар. Бірінші ақ сақал, жан сақал. Екінші шу манақ, су манақ. Үшінші сыр манақ, бір манақ.
4-ші ұйқыр, ұйғыр. 5-ші абақ, тарақ. 300-дің бел баласы, ноқталы бейде баласы. Қосарлана тіркескен осы 12 ерек белгі жалайырды 12 ата баласы дегізеді. Бұл ерек белгілер нені білдіретіні жайында айта кетсем, жауабы былай. Қазақтың шежіре заңы бойынша жалайырлар өздерін 12 ата жалайырмыз дейді де, осы 12 атасын ата тек құжатынан іздейді. Бұл дұрыс емес. Себебі 12 ата деп отырғанымыз ғылымда митохондрий, қазақ дүние танымында пешенек деп аталатын ақтың құрылымының ішінде орналасқан 12 хромосом, қазақша 12 ерек белгінің атаулары екен. Яғни 12 ата дегеніміз адам емес, адамды жарату ісіне араласатын дарақ. Түсінікті бола түсу үшін дәлелімді одан ары жалғастырайын. Біз жоғарыда 46 бабамыздың бар екенін айтқанбыз. Енді 12 атамыздың бар екенін айтып отырмын. Демек, осы екі түсініктің айырымы мен құдіреттерін ажыратып дәлелдемесек болмайды. Дәлел былай. 46 бабада әлемнің жаратылғаннан бергі ақпараты орналасқан. Ал 12 атада өмірге қайта-қайта келіп жатқан ұрпақтың болмысын, мінез құлқын, бет пішінін, қабілеті мен қасиетін ата бабасының болмысына ұқсатып тудырып, отыруды саралап, шешім қабылдайтын ақпараттар әлемі орналасқан. Демек, ғылымның адам жайлы ақпарат іздегенде тек қана 46 бабаға ғана жүгініп, пешенектегі 12 атаны ұмытып жатқаны дұрыс емес, адасу. Ал қазақ өзінің дүние танымында осы 46 бабаны да, 12 атаны да еректеп таңбалап, әр қайсысына адамды жаратуға қатысатын жанды зат деп есім қойған. Жер бетінде бір ғана ұлт, 12 ата қаңлымыз, 12 ата жалайырмыз, 12 ата албанбыз, 12 ата сары үйсінбіз, 12 ата қыпшақпыз, 12 ата бай ұлымыз, 12 ата арғынбыз, 12 ата найманбыз, 12 ата әлімбіз, 12 ата шапыраштымыз деп қазақтың 20 елінің әр қайсысы пешенектегі 12 атасын еректеп белгілеп, есім беріп, мақтанышпен дәлел айтқан. Бауырым, осындай құдіретке толы ілім бұл тек қана ұлы ұлттың дүниетанымында болады. Бауырым, тағы бір айта кететін жағдай, ғылымның 46 хромосомы мен 12 митохондриальный хромосомында атау да, есім де жоқ. Болашақта атайтын болар, қазақша атайтын болар. Тоқтар Бейсенбинов, Ақиқат кітабы, 120-122 беттердің аралығы.